президент тапсырмасын орындауға қасақана жасалып отыр ма деп ойлаймын. Өйткені бізде президент әр жолдауы сайын кедейлікпен күресу керек. Жаңағы менің келтірген мысалым, бұл сіңірі шыққан кедей отбасы болып есептелінбейді министрліктің санағында. Бұл орташа табысы бар отбасы. Ал кедейлікте шегінен төмен тұратын отбасылардың жағдайы не болып жатыр? Басқасы не болып жатыр? Сондықтан біз осылай айтуға мәжбүр болдық. Мен өткен жолы жаңағы Светлана Жакупова ханымға да өзіне де қойған бұл сұрақты. Сол кезде маған министр айтқан, мен сіздің айтқаныңызбен келіспеймін, 85 мың теңге жетпейді дегеніңізге деді. Мен сол үшін әдейі арнайы есептеп, бір емес бірнеше депутаттар отырып есептеп келе осындай нәтижені шығарып бердік. Енді сіздіңше ең төменгі жалақы қандай көлемде болу керек? Есептесін министрліктер. Меніңше 300 мың болу керек. Мемлекеттік бюджет оны көтеріледі деп ойлайсыз ба? Қалай көтере алмайды? Сіз ұлттық компаниялардың орынбасарлары, басшылары жылына қанша премия алатынын білесіз ба? Жоқ, жүздеген миллионда болады. Неге соны ретке келтірмейді? Яғни соның есебінен көтеруге болады деп есептейсіз? Мен түрлі жол тауып беремін, ненің есебінен көтеруге болады. Мен ғана емес, бүкіл депутаттар тауып береді. Жалпы мемлекеттің тағы қандай шығынын қысқарту керек деп ойлайсыз өзіңіз мысалы? Мемлекеттің шығынын қысқарту емес, бұл тек сандарды ойнату. Қызметкерлердің санаты деген анау өздерінің саналары бар, қатарлары. Соның рұқсат етілген межелері. Соны ретке келтірсе, ол өзінен өзі шешілетін сұрақ. Ақыры қымбатшылықпен күресе алмасақ, біз халықтың табысын қалпына қойып беруіміз керек.